Ана болу бақыт қана емес, сонымен қатар үлкен жауапкершілік. Әсіресе аллергиясы бар баланың анасы болу. Кәмшаттың жазық маңдайы мен ботадай қара көздері ғана емес, аллергиялық ауруына дейін әкесіне тартқан. Назан мұны нәресте дүниеге келгеннен кейін бірден білді. Кәмшат анасының сүтінен басқа ештеңе ішпесе де, бетіне бөртпелер шығып, жылап, емуден бас тартты. Жас ана қорқып, уайымдап, бірден ауруханаға алып барды. Педиатр уақыт өте келе жазылып кетеді деп сендірді. Назанға күнделікті не ішіп, не жегеніңді қадағалап жазып жүр, не нәрседен аллергия бар екенін білу үшін деп тапсырды. Үйге келгесін енесінен күйеуінің де тамаққа аллергиясы болғанын білді. Мектепке баратын жасқа шейін тез жазылып кетті, деп келінін тыныштандырып, түктетпейді. Көп уайымдама, есімде, оның тәттіге аллергиясы болған. Ол жаңа жыл кезінде бір дорба кәмпитті бір өзі шкафқа тығылып алып жеп қойған. Тірі ғой, ештеңе де болған жоқ. Енді қара, қандай денсаулығы мықты жігіт болып өсті деді. Кәмшат 1 жасқа толды. Одан 2 жас, сосын 3 жасқа толды. Жағдайы жақсармады. Керісінше нашарлай түсті. Содан соң олар отбасымен қалаға көшуге мәжбүр болды. Білікті дәрігерлерге уақытылы қаралып тұру үшін. Дәрігерлер балаға қандай тамақтар ішуге болатынын, қандайды ішуге болмайтыны туралы бір парақ қағазды толтырып жазып берді. Сиырдың сүті, құлпына, шоколад, жарманың, балықтың кейбір түрлерін жеуге тыйым салды. Диетаны қатаң түрде сақтауға тура келді. Кәмшатқа тауық еті мен күрке тауық етін, ешкі сүтін ішуге болады. Ол жас отбасының қалтасына үлкен салмақ салды. Құрметті тыңдарман, әңгімені жалғастырмай тұрып айтайын дегенім, менің видеоларымды 74% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, егер де әңгімені тыңдап отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша каналдарды қолдаңыздар. Тіл жоқ жерде ұлт та жоқ. Бір күні ауырып қалған тәрбиешінің орнына шыққан адам Кәмшатты сүттен жасалған ботқамен тамақтандырды. Кәмшаттың денесіне бөртпелер шығып ісініп кетті. Тәрбиеші өз кінәсін мойындамады. Сүттен жасалған ботқаны барлық балалар сүйіп жейді ғой, қалай онда аллергия болады, деді. Назан онымен дауласқаннан пайда жоқ екенін түсінді. Оған тағы бірдеңе деп кінә тақса, өздерін кінәлап шығады. Қазіргі балалар таңертеңнен кешке дейін ұстайтындары телефон, бәрі соның кесірі деп шығатын еді. Тағы басқа қиындықтар туып, ол балабақшадан кетулеріне тура келді. Содан соң Кәмшатты жеке меншік балабақшаға берді. Жас отбасының жағдайлары одан сайын қиындай түсті. Кәмшаттың әкесі Дәурен полицияда жұмыс жасайды. Ол әділ әрі адал қызметкер. Дәуренді қаланың тең жартысы таниды. Оның ішінде ықпалды адамдар да бар. Ер адам өзінің даңқы мен беделін құр сөзбен емес, іс жүзінде де дәлелдеп жүр. Ол бір күні қаңғыбас итті өлімнен құтқарды. Қара ит пойыз жолына құлап кетті. Платформа өте жоғары болғандықтан өздігінен шыға алмады. Пойыз күтіп тұрған адамдар шулап, не істерлерін білмей, біреулері жылап, уайымдап кетті. Барлығы туннельге үреймен қарады. Пойыз кесте бойынша оларға қарай жақындап, жылжып келеді. Ит аянышты қыңсылап шыға алмай, екі жаққа жүгіріп жүр. Сол уақытта Дәурен де сол жерде жүрген еді. Қаптаған көпшіліктің арасынан өтіп, қорықпай шпалдарға секірді. Ол жиналған адамдардың қошеметіне бөленіп, жануарды құтқарып үлгірді. Бұл жағдайды Дәурен ұмытып та кетті. Бірақ телефондарына түсіріп алған адамдар желіге салып көптеген қаралым жинады. Келесі күні таңертең ол танымал адам болып оянды. Алайда жанкешті әрекеттері мұнымен аяқталған жоқ. Тіпті жұмыстан тыс демалыс уақытында да бір суға батып бара жатқан қызды құтқарып қалды. Ол отбасымен бірге сейілге шығып, кәуап пісіріп, балық аулап, тыныш демалып қайтам деп ойлаған болатын. Алайда ер адам айғайлап, көмекке шақырып жатқан қыздың даусын естігенде көмектеспей қарап тұра алмады.
Ол қыз да құрдастарымен демалуға келген екен. Қыз қатты ағымға түсіп, қайта шығайын десе аяғы құрысып, әл-дәрмені жетпей қалған екен. Құрдастары өз беттерімен күліп ойнап, шулап отырғасын оның даусында естімеген. Дәурен батып бара жатқан қызды көріп қалып, бірден суға жүгірді. Кейін полиция қызметкері қаладағы білікті адвокаттың қызын құтқарғанын білді. Ер адам құтқарушыға алғыс айтып, тіпті ақшалай ризашылығын білдіргісі келді. Тек Дәурен бас тартты. Олар содан соң адвокат Нәбимен дос болып кетті. Тағы бірде әйелі қызын алып саябаққа серуендеуге келгенде екі баланы құтқарып қалды. Алайда Дәурен өзін батырмын деп санамады. Адамдарды құтқару бұл менің жұмысым деп айтатын. Кішкентай Кәмшат әкесінің ерліктерімен мақтанатын. Әкең кім болып жұмыс істейді дегендерге ол әрдайым әкем осы қаланың батыры деп айтатын. Ол міндетті түрде өскенде әкем сияқты болып, қиындыққа тап болған жандардың жанынан бейжай өтіп кетпейтінін айтатын. Назан тек сүйікті жар мен ана ғана емес, сонымен қатар кітапханашы болып жұмыс істейді. Ол кітап оқығанды жақсы көретін. Кітап оқығаннан жаны тынышталатын. Ол өзінің полиция қызметкерін осы кітапханада кездестірді. Дәурен кітап оқуды аса ұнатпады. Бірде ер адам кітапхана жанынан өтіп бара жатып, гүлге су құйып жатқан сұлу қызды көріп қалады. Сол күннен кейін ең жақсы жейдесін киіп алып, кітапханаға кітап алып тұруға келетін болды. Әр демалыс сайын кітапханаға келіп алып, өзінің ойынша ең жақсы мотивациялық кітаптарды алатын. Қызметте батыл болғанымен, махаббатқа келгенде дәрменсіз болды. Сондықтан кітапханашы қызды өзіне қарату үшін көп рет тер төгуіне тура келді. Қызбен сөйлескенде қызықты болу үшін бірнеше романтикалық кітаптарды да алды. Кітаптар іш пыстырарлық болып, ол оқымады. Содан қызды кездесуге шақырып, бірінші кездесуде ұятқа қалды. Бар мәселе қыз ер адам алып оқыған кітаптар туралы сұрағаннан басталды. Ал ол болса ұялғаннан қызарып кетті. Романтикалық кітаптарға қарағанда детективтер мен қорқынышты кітаптар ұнайтынын айтты. Қызға ұнау үшін өзіне қызықсыз кітаптарды оқуына тура келгеніне Назан қарқылдап күлді. Сайып келгенде бұл ісі сәтсіз болмады. Ер адамның бұл әрекеті қыздың жүрегінен орын алып, қызды өзіне баурап алды. Көп ұзамай олар үйленіп, бір жылдан кейін қыздары Кәмшат дүниеге келді. Олар қыздарын қатты жақсы көреді. Кәмшат сүйіспеншілік пен махаббатқа шомылып өссе де, жұрттар ойлағандай ерке тентек қыз болып өспеді. Ол сүйкімді, қамқор, әрі жанашыр қыз болып өсті. Оның мейірімділігі өздеріне кесірін тигізді. Қыз кез келген өзінің ойыншықтарын тіпті танымайтын бейтаныс балаларға бере салады. Тәттілермен бөліскенде де өзіне қоқымы қалмаса да қуанышты болады. Оның жомарттығы да шектен шықты. Тіпті анасының алтын зергерлік бұйымдарын да есік алдына алып шығып достарына таратты. Қайта олардың ата-аналары балаларының қолындағы алтын бұйымдарды байқап қалып қайтарып берді. Кәмшат кішкене есейген кезде оның тамақтан ғана болатын аллергиясы енді басқаша түрге енді. Бала мысық пен иттерге деген сүйіспеншіліктен зардап шекті. Олардың түктерінен тоқтамай түшкіріп, көздері жасаурап, қызарып кететін болды. Сонда да бала көшеде ит-мысықтарды көріп қалса, олардың жанынан оларды сипамай өте алмады. Әкесі мен анасы ақкөңіл балаға не істеу керек екенін білмеді. Дегенмен мейірімділік жаман әдет емес, ондай болудан бас тартқанын қаламады. Алайда балаға өзіне зиян келтіріп өмір сүру дұрыс емес екендігін түсіндіруге тырысты. Барлық адамдардың ниеттері түзу емес, мейірімділіктің өзін өз пайдаларына жаратады. Тіпті есік алдында бірге ойнайтын бір кіп-кішкентай қу қыз Кәмшаттан сыйлықтар алу үшін онымен дос болыпты. Кәмшат есейе келе ғана өзіне дым қалдырмай бәрін беріп тастауды қоя бастағандай еді. Ол 7 жасында мектепке барды. Назан тағы бір қиындықтарға тап болды. Басында бәрі жақсы болатын. Алайда кейінірек
Кәмшат үйге жылап келді. Ол мұғалім берген тапсырманы орындай алмай, бастауыш сынып оқушыларына баға қойғанда берілетін стикер ала алмапты. Бірақ неге ала алмадың? Дегенге Кәмшат көзінен аққан моншақтай көз жастарын сүртіп, менің жазатын қаламым болмады, деп қыз жылап жіберді. Қалай болмады? Анасы қабағын түйіп, мен саған бір қорап қаламсап әпердім ғой. Мен біреуін кеше Маликаға бердім. Ол оған қатты ұнап қалыпты. Ал бүгін Жарас, парталас көршім, қаламын үйде ұмытып кетіпті. Қатты көңілі түсті. Мен ол мұңаймасын деп өзімдікін бердім, деп мойындады қыз. Назан бұған не жыларын, не күлерін білмеді. Жұмыстан келген әкесі басын шайқап, күліп, бұл қыз өскесін қайырымдылық ханшайымы немесе әлеуметтік қызметкер болатын шығар, деді. Енді жетпегені сол еді. Назан қызы өскесін ондай істермен айналысса қарсы емес, бірақ қазір онымен тәрбиелік жұмыстарын тағы да өткізуді шешті. Назанға қызы оны түсінгендей болды. Алайда біраз уақыттан кейін отбасы жаңа қиындықтарға тап болды. Кәмшат енді 2-ші сыныпқа барды. Оның әлі кейбір тамақтарға деген аллергиясы кеткен жоқ. Басынан өткен қиын оқиғалардан кейін ол өзі үйден тамақ алып баратындай қылып, қызының тамақтарын дайындап, күнде салып беруді шешті. Баланың сабағын оқытып, басқа да берген тапсырмаларын орындауға көмектесіп, онымен қоймай, күнде қызына дәмділеп, әртүрлі тағамдар дайындап, сөмкесіне салып беріп отырды. Алайда көп ұзамай Назан қызының біртүрлі қылықтарын байқай бастады. Ол мектептен келе сала, бірден стөл басына отырып, ыстық тамақтың суығанын да күтпей ішіп алатын. Тәбеті бір жеті тамақ ішпеген адамдыкіндей болатын. Мектептен келген күндері бұл жайт күнде қайталанды. Анасы қызына арнап қандай тойымды түскі ас дайындаса да. Бұлай тамақ ішетін болса, салмақ қосудың орнына ол күннен күнге арықтап бара жатқандай көрінді. Назан бұл туралы күйеуіне айтса, бала ғой, организмі өсіп ширап келе жатыр, деді. Қайта оған көбірек тіске басарлар салып бер, деді жұбайы. Назан күйеуі айтқандай жасады, бірақ жағдай өзгерген жоқ. Қыз анасының сұрақтарына құлықсыз жауап берді. Құдды бір нәрсені жасырғандай көздерін төмен түсірді. Бірден Назан құрбысы Сымбатқа қоңырау шалды. Оның да ұлы сол мектепте, бірақ Кәмшаттан бір сынып жоғары оқитын. Ал өзі қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі. Назан қызының біртүрлі тәбетіне шағымданған кезде, Сымбат сенің қызыңның тамақтарын басқа балалар тартып алып жүрген шығар, деді. Олар қалай тартып алады? Мүмкін емес. Ал өзің ойлан. Біздің мектепте үлкен сынып оқушылары басқа балалардың үйден әкелген тіске басарларын тартып алып, бірнеше рет жанжалдар болған. Күштілері әлсіздерге әлімжеттік жасайды. Содан кейін үлкен балалар қорқытып, ақша талап етеді. Әкелмесе ұрады. Ой, мектепте неше түрлі сұмдық жағдайлар болады. Назан естігендерден қорқа бастады. Мектеп асханасындағы тамақтарды балалар ішкілері де келмейді. Бұқтырылған қырыққабат, сұйық ботқалар жеді. Әрине, көптеген балалар бұндай тамақтарға мұрындарын шүйіреді. Олар көбінесе тоқаш пен компот алып жейтін. Ал анасы қызын еркелеткені сонша жемістерді кесіп, жүректер мен гүлдер жасап, әдемі қылып безендіріп, тамағын салып беретін. Назан көп кітап оқығасын, қиялы жүйрік қой. Басына неше түрлі жағымсыз ойлар келді. Оның аңқау, мейірімді қызының түскі асын қалай тартып алып жегендерін, немесе балаға әлімжеттік жасап, әдейі аш қалдыру үшін тамақтарын қоқысқа тастап жатқандарды елестетті. Әрине, бұлай қорытынды жасауға әлі ерте. Назан қызы мектептен келгесін бетпе-бет отырғызып сөйлесуді шешті. Кәмшат, бүгінгі түскі асың қалай болды? Деп сұрады. Ол қыздың бетіне мұқият қарап. Кәмшат жақсы тәбетпен тамақ ішіп отырған еді, ол бірден қасығын үстелге қойып, қатып қалды. Анасына қарап, содан кейін иығын қиқаң еткізіп, дәмді болды, деді. Әйел басын изеп, жақсы. Ал котлеттер ше,
Қатты қуырып жібермеппін бе? Жоқ, котлеттер керемет дәмді болды, деді Кәмшат анасын сендіруге тырысып. Назан қыздың өтірік айтқанын түсініп қабағын түйді. Ол оған мектепте котлеттер салып бермеді. Келесі күні таңертең Назан қызына ол ұнатпайтын тамақ салып берді. Кәмшат ол тамақты аш болса да жемейтін. Тек осы жолы түскі ас қорабы бос болды. Ал Кәмшат тағы да басын изеп, «Я, бүгінгі тамағыңыз да дәмді болды» деді. Бір жұмбақтан кейін екіншісі шықты. Екінші А сыныбының сынып жетекшісі Махаббат апай Назанға қоңырау шалып, қызының таңертең неге үнемі кешігіп келетінін сұрады. «Не дейсіз?» деп анасы таңғалды. «Ол мектепке күнде ерте шығады, кешігіп баруы мүмкін емес». Мұғалімі үнсіз қалды. Содан кейін: «Иә, Кәмшат жақсы қыз, сабақ үлгерімі де жақсы, бірақ ол үнемі бірінші сабаққа кешігіп келіп жүр. Бұлай істеп жүргені бірінші апта емес», деді мұғалімі. Анасы сұрақтарына жауап бергісі келмей қашып жүрген қызын аңдуды шешті. Содан кейін барлық шындық ашылды. Назан таңертең үйден шығып, екінші сынып оқушысының соңынан ерді. Үйден мектепке бар болғаны 5 минутта жетеді. Ал жолда ит мысықтарды көріп алаңдап қалса 10 минутта барады. Алайда Кәмшат анасының көз алдында басқа жаққа қарай бұрылып кетті. Қыз тіке жүріп қараусыз қалған үйлерге қарай бет алды. Шөптері қаумалап өсіп кеткен. Үйлердің қабырғалары құлап, есіктері жоқ, терезелері сынған. Қабырғаларға неше түрлі суреттер салынған. Бұл жердің сыйқын көргенде Назан алаңдай бастады. Тіпті қызын тоқтатқысы келді. Бірақ соңына дейін детективтік тергеу жүргізуге шешім қабылдады. Кәмшат үйге жақындап, әйнектің қалдықтары ғана қалған терезеден үй ішіне қарап жылы шыраймен және қатты дауыстап айғайлады. «Сәлеметсіз бе, Мақсұт ата?» Ол үйден ер адамның даусы естілгенде анасының жүрегі қысылып сырқ ете қалды. «Қызым-ау, сен тағы келдің бе?» Кәмшат күлімсіреп қараңғы үйге кірді. Назан көргендерінен есінен тана жаздады. Осы уақыт бойы оның қызы қараңғы әрі қараусыз қалған қорқынышты бір үйге келіп жүр екен. Назан ақырындап үйге жақындады. Терезеден Кәмшаттың түскі ас салынған қорабын алып жатқанын көрді. «Міне, мен сізге тамақ әкелдім. Бүгін анам тағы да балық котлеттерін жасады. Есіңізде ме? Сізге қатты ұнап еді ғой. Келіңіз, сізді тамақтандырайын». Қыз шынымен қасығын алып, қартты тамақтандыруға кірісті. Бір кезде қария қыздың бетіне алақанын қойып жылағанын көрді. «Қызым», деп сыбырлап, өзінің көз жасын сүртіп тұрып, «Құдай тілеуіңді берсін. Алла өзіңе жар болып, аппақ жүрегіңді кір шалмасын. Әлі де бұл әлемде мейірімді адамдар бар екен-ау. Мен сенің жүзіңді көре алмайтыным қандай өкінішті», деді. Назан қарттың сөздерін естігенде ол бірден үй ішінде кім отырғанын түсінді. Әйел жанарынан айырылған қарт атаны 2 рет базар жанында қайыр тілеп отырғанын көрген еді. Оның көру және есту қабілеті нашар болғандықтан оның қызы қаттырақ сөйлеп, қартты қасықпен тамақтандырды. Назанның аяғының астындағы ағаш бұтақтары сынып қытыр ете қалды. Қария естімеді, бірақ Кәмшат жалт бұрылды. «Анашым», деп қыз бозарып, ал оның қасық ұстап тұрған қолы дірілдеп кетті. «Кәмшат, мұнда не болып жатыр?» деді анасы ішке кіріп. Аянышты лашыққа қарады. Түнде жаңбыр жауған болатын. Сондықтан еден мен терезенің алды әлі де су болып тұрды. Қария қорап қағаздарының үстіне үйілген шүберектерде отырды және сол жерге ұйықтайтын сияқты. Бұрышта пысылдап күшік ұйықтап жатыр. «Анашым», қыздың даусы дірілдеп шықты. «Мақсұт атаны үйінен қуып шығыпты. Ал мен...» Қарт адам үйде басқа да қонақ бар екенін түсініп, көзін сығырайтып бетін сүртті. «Сәлеметсіз бе?» деді ол. «Мен сізге бәрін өзім түсіндіріп беремін». Мақсұт ата бұрын тарих пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеген екен. Алайда ол басқа адамдардың балаларын тәрбиелесе де,
ұлына дұрыс тәрбие бере алмапты. Сайлау әйелінің бірінші некеден туған ұлы, ал ерлі-зайыптылардың өздерінің басқа балалары болмады. Алайда бала жетесіз, ашкөз болып өсті. Содан соң өзіне сай жар тапты. Анасы қайтыс болған соң Сайлау үйге келіп, өгей әкесін көшеге қуып шықты. Үй онсыз да тар, әйелім жүкті. Енді біздің баламыз болса, сен бұл үйге сыймайсың деді. Пәтер қайтыс болған жұбайының атында емес, Мақсұт атаның өз атына жазылған. Қарттың зейнетақысында баласы тартып алады. Сайлау жұмыс істемеудің амалын осылайша тапты. Неге бірден полицияға барып шағымданбадыңыз? Ят қой қызым-ау, деп мойындады ер адам. Мен мұны қалай айтамын? Оның үстіне қанша ғұмырым қалды дейсің? Төрімнен көрім жақын. Осылайша науқас адам қараусыз қалған саяжайға қоныстанды. Кәмшат Мақсұт атаны оның қасындағы қара күшікпен ойнап, оның соңынан қуып жүргенде көріпті. Алдымен қыз қарттан қорқып, содан кейін дос болып кетіпті. Мектеп оқушысы оны аяп, сондықтан ол мектепте жейтін түскі асын атасына әкеліп беріп жүр екен. Сіз туралы анама айттым. Бұл тамақтарды арнайы сіз үшін әзірлеп берді деп айтты. Кәмшатты алғаш көрген кезде мен оны періште деп ойладым. Мүмкін сандырақтағанда болармын, деді ата дірілдеген саусақтарымен көзін сүртіп. Ол кезде мен өзімді өте нашар сезіндім. Қатты ауырдым, ыстығым көтерілді, басым қатты ауырды, сыртқа шыға алмадым, көмек сұрайтын ешкімім жоқ, бір тамшы суға зар болып қалдым. Сол кезде сіздің қызыңыз келіп, маған қамқорлық көрсетіп, мені тамақтандырғанымен қоймай, қайтадан ғажайып пен жақсылыққа сендірді. Мен сол кезде жақсылықтан үміт үзіп, бұл өмірмен қоштасуды ойлаған едім. Қызыңыз жаныма жылу сыйлады. Өмір сүруге деген құштарлығымды қайта оятты. Бұл өмірде өзімді біреуге керек екенімді сезіндім. Маған бей-жай қарамады. Сіз мені кешіріңіз. Кәмшат ата-анасына ештеңе айтпады. Олар ұрсады деп ойлады. Анасы оған адамдарға көмектесу кейде өзіне зиян келтіретінін айтып түсіндіріп жүргесін, бұл жағдайды Кәмшат анасына айтса риза болмайды деп шешті. Бірақ ол жүрегінің еркіне қарсы шыға алмады. Назан оқиғаны тыңдап, қарттың тұрып жатқан үйінің күйіне қарап, басын шайқады. Жоқ, мұндай мейірімді адам өз өмірін бұлай өткізбеуі керек деп шешті. Ол қарияны өз пәтеріне алып кетті. Содан кейін бәрін жұбайына айтты. Дәурен көп ойланбастан заңгер досына хабарласты. Ол оның бір кездері қызын құтқарған еді. Сонымен полиция қызметкері мен адвокат қосылып, қарияның пәтерін өзіне қайтарды. Мақсұт ата өз пәтеріне қайта оралды. Назан мұнымен қоймай, ол Кәмшат екеуі күнде қарияға тамақ істеп апарып қарайласып жүрді. Ақ көңіл, мейірімді жан Кәмшаттың отбасының жүрегінен орын алып, олардың отбасының бір мүшесіне айналды. Кәмшат оны өз атасындай жақсы көрді. Әрине, Сайлау пәтерден оңайлықпен бас тартқан жоқ. Бірде Мақсұт атаның жүрек талмасы ұстап ауруханаға түсті. Ауруханада жатқанда бірде-бір рет келмеген ұлы әкесінің үйіне келіп, денсаулығын да сұрамай бірден іске көшті. Жақында бәрібір өлесің. Пәтерді қазір менің атыма жазып бер. Онсыз да сен өлгесін маған мұраға қалады, деп ұлы талап етті. Бұл әлемде риясы жақсылық бар екенін түсінген Мақсұт ата енді айдағанның алдында, ұстағанның жетегінде кетпейді. Ол ұлын жақсы көреді, бірақ бұл жолы оның айтқанын орындамады. Иә, Сайлау, мен пәтерді өзімен бірге ана дүниеге алып кетпеймін. Кімнің атына жазатынымды шешіп те қойғанмын. Немере қызымның атына жазып беремін. Сондықтан ол пәтерді ойлап, бастарыңды қатырмай-ақ қойыңдар, деді қария. Есіңізден адасқаннан саусыз ба? Алжыған шал. Менің қызым жоқ, ұлым ғана бар. Немере ұлым деңіз. Есіңізде жоқ па? Менің есімде жоқ, деп ата басын шайқады. Сендер оны маған әкеліп, таныстырып па едіңдер? Өз балаларыңды өздерің ойлаңдар. Ал менің өз немерем бар. Оның есімі Кәмшат.
Бұл үй оған менен естелік болып қалсын. Сен мені қажетсіз, қоқыс сияқты суыққа тастаған кезде ол маған аштықтан өлуге жол бермеді. Бұл оған сол жақсылығы үшін алғысым. Содан соң сайлау қатты айғайлап ашуланды. Оның әкесінің шешіміне наразы болғанын барлық көршілері естіді. Енді қанша айғайласа да бәрі бекер. Мақсұт ата риясыз әрекет жасаған мейірімді жан марапатқа лайық деп шешті. Бұл әлемде мұндай мейірімді жандар көбейеді деп үміттенді. Кәмшат өзінің мұрасы туралы ештеңе білмеді. Бұл мектеп оқушысына қызық та емес еді. Өйткені ол тек кішкентай күшікпен ойнағанды және Мақсұт атасының қызықты оқиғаларын тыңдағанды ұнататын. Қыз ашық, мейірімді адам болып өсті. Кім біледі, мүмкін Мақсұт ата айтқандай, Кәмшат сияқты мейірімді жандардың арқасында әлем гүлденіп көркейе түседі. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдаған әр оқырманға мың алғыс.